Аға, мен келдім. Бүгінгі күнің қалай өтті? Не істедің? Аға, мен Әсел деген құрбымның туған күнінен келдім. Туған күн өте қызықты өтті. Маған ұнады. Ал сіз не істеп отырсыз? Мен сабағымды қарап отырмын. Бір оқиғаны сипаттап жазу керек. Ойыма еш нәрсе түспей отырғаны. Менің туған күнге барғанымды сипаттап берсеңіз қайтеді? Мұның жақсысын секен қарындасым. Қане, туған күн қалай өткенін сипаттап берші. Ал мен жазайын. Әсел туған күнін үйінде жасады. Ол бірнеше достарын шақырды. Біз дәмді тамақ ішіп, қызық ойындар ойнадық. Оған ата-анасы аквариум сыйлады. Аквариум? Бұл керемет сыйлық қой. Аквариум қандай екен? Суреттеп берші. Үлкен, суы мөп-мөлдір, ішінде балықтары көп, кішкентай, сүйкімді балықтар бар. Арасында алтын балықтар да бар. Аквариумның ішінде балдырлары да бар шығар. Иә, оның ішінде жасыл шөптері, тастар мен құмда бар екен. Және оларға ауа жіберетін түтігі де бар. Тамаша, тағы қандай сыйлықтар болды? Әселдің ағасы оған қуыршақ сыйлады. Әдемі қазақ қуыршағы. Үстінде қазақша көйлегі бар. Ұзын қара шаштары екі жаққа өрілген. Әсел ағасының сыйлығына қатты қуанды. Оның атын Қарашаш деп қойды. Солай ма? Ал сен Әселге не сыйладың? Мен оған Гарри Поттердің хикаялары атты кітапты сыйладым. Ол оны ұнатады. Жарайсың Дана, жақсы сыйлық таңдапсың. Аға, Әселдің анасы торт пісіріпті. Әрине, тортсыз туған күн өте ме? Дәмді торт болған шығар. Өте дәмді. Үлкен, дөңгелек. Бетінде шоколад жағылған. Оның үстінде сары, қызыл гүлдер бар. Туған күніңмен деген жазуы бар. Туған күн өте қызықты өтті. Дана, қара, біздің сипаттау мәтініміз де сәтті шыққан сияқты. Не сәтті шықты? Міне мұнда қара. Ойды жазбаша немесе ауызша жеткізуді мәтін дейді. Сенің ауызша айтқаныңды мен жазып шықтым. Егер мәтінде бір нәрсе суреттелетін болса, ол сипаттау мәтіні болады. Біздің мәтініміз туған күн қайда өтті, қандай сыйлықтар сыйланды, және қалай өтті деген 3 бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдерді абзац деп атайды. Олар жаңа жолдан бастап жазылады. Туған күнге барғаның жақсы болды ғой, тапсырмамды орындап алдым. Менің туған күнім қандай болар екен? Сенің туған күніңді де қызықты өткіземіз. Сен де көп сыйлықтар аласың. Алақай! Қайталайық. Сипаттау мәтіні. Мәтін дегеніміз жазбаша немесе ауызша ойды жеткізу. Мәтін бірнеше сөйлемдерден құралады. Мәтін сөйлемдері бір-бірімен мағына жағынан байланысып тұрады. Мәтін бірнеше бөлімдерден құралады. Әрбір бөлім абзац деп аталады және жаңа жолдан бастап жазылады. Зат немесе құбылысты суреттеп сипаттайтын мәтін сипаттау мәтіні деп аталады.